Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Видеоларым ұнап жатса лайк, комментария жазып тіркелеп отырыңыздар. Бүгін құрқылтайдың ұясы туралы айтатын боламын. Құрқылтайдың ұясы бедеуліктен басқа жалпы 80 түрлі ауруға ем. Құрқылтайдың ұясы және оның емдік қасиеттеріне келетін болсақ, біз қазақ ауырғанда шипаны ең алдымен Алладан сұраймыз ғой. Ал Алла тағала бізге ем ретінде осындай керемет жаратылысты сыйлаған. Соның бірі осы құстың ұясы. Кішкентай ғана көзге көрінер-көрінбес осы құс ұясының өте керемет емдік қасиеті бар екенін біреу білсе, біреу білмес. Мен бұл жайлы айта қалсам, құрқылтай деген не деп сұрайтындар да бар. Сондықтан ол жайлы толығырақ түсіндіре кетуді жөн көрдім. Құрқылтай бұл қасиетті де киелі құс. Құрқылтайдың ұясы 80 түрлі ауруға ем. Радикулит, цистит, қуықтағы грыжа, сүйек сырқырауы, буынның сырқырап қақсауы, тамырлардың ісінуі, бүйрек аурулары, ревматизм, жыныс жолдарының суықтауы, жатырдағы түрлі аурулар, простатит, аденома, бедеулік, белсіздік, құрсақ көтермеу сияқты көптеген ауруларға ем. Және бұл емді кез келген адам үй жағдайында қолдана алады. Ешқандай қиындығы жоқ. Тек ұяның бұлауына кешке жатар алдында түскен жөн. Өйткені ем қабылдағаннан кейін желге шығуға, суық тигізуге болмайды. Ем 10 немесе 15 күнге дейін жалғасады. Міне осы 15 күнге құстың бір ұясы жетеді. Ем қалай жасалады? Оны кәдімгі құрғап, кеуіп тұрған адыраспанмен араластырып қолдануға болады. Түтетіп, қымтанып соның буына отырасыз. Бұл бұлаудың бір түрі. Ол сырт көзге күлкілі көрінуі мүмкін. Алайда 3-4 күннен соң шынында да шипалық әсері бар екеніне көз жеткізе бастайсыз. Кейде тіпті бір қолданғаннан кейін-ақ пайдасын көресіз. Ендігі бір айтарым, ем екен деп құрқылтайдың ұясын кез келген уақытта алуға болмайды. Ұяны балапан қанат қағып, ұшып кетіп, ұя бос қалғанда ғана алуға болады. Әйтпесе киелі құстың киесі ұрады. Мен бала күнімде еститінмін. Кезінде Қытайда осы құстың өзі мен бір ғана ұясы 5 тонна күрішке бағалаған екен. Неге күріш дейтін шығарсыз? Өйткені бұрын қазақ сауданы етпен, малмен бағаласа, Қытай күрішпен бағалаған. Осы құстың ұясы жайлы бала кезден естіп, көріп келе жатқан өзім нақты білетін аздаған мәліметпен көпшілікпен бөлісейін. Ұя негізі шөппен, жібектен тұрады. Құс оны ауыз сілекейімен мықтап, өре тоқиды. Кәдімгі әжелердің баласына шұлық тоқығандай шеберлік дерсіз. Егер қолыңызға ұстап жақсылап қарасаңыз, асқан шеберлікпен тоқылған кішкене тесігі бар себет қапшықты елестетеді. Кәдімгі себет қапшықты ағаш бұтағына ілдіріп қойғандай көрінеді. Алайда қанша күшті жел, нөсер, жауын, боран болса да ұя сол қалпы тұра береді. Үзіліп жерге түспейді. Не желмен ұшып кетпейді. Өйткені ұясын тоқығанда жібектің ағашты бұтағына мықтап байлап тастайды. Ұяның негізі емдік пайдасы құрқылтайдың ауыз сілекейінде. Тағы да айта кететін жайт. Құс ұясын салуға жақын маңдағы ауыл үйлерін аңдиды екен. Себебі жібек жіпті сол үйлерден ұрлап алады. Жібектен басқа мақтадан немесе синтетикадан жасалған маталарға тиіспейді. Міне сол үшін болса керек ұясын адамдарға пайдалануға қалдырады дейді. Адамзаттың арқасында ұя соғып, балапаны ұшқан соң, сол ұяны сол адамзатқа емге тастап кетеді. Тап осы күні біздің елде бұл құс Қызылорда тоғайларында көп кездессе, Өзбекстанда, Бұқара аймағында, Түркменстанда Қарақұм арнасы айналасында көп кездеседі. Ұяның құны әр жерде әрқалай. 1500 теңгеден басталып 5000 теңгеге дейін. Мұны да біле жүрейік, ауырмаңыздар ағайын.